Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін грузин халқының наны хачапури дайындаймыз. Яғни бұл мегрезский хачапури деп аталады. Ол үшін 1 стакан жылы сүт және жарты стакан жылы су қажет. Оған 1 шай қасық қант және 5 грамм ашытқы саламыз. Ашытқымыз құрғақ ашытқы, егер де ылғал ашытқы салатын болсаңыздар, 15 грамм саласыздар. Араластырып, бетін қақпақпен жауып 10 минутқа қоямыз. Міне ашытқымыз жақсы реакция берді. Үстіне 1 шай қасық тұзбен сұйық май және 1 жұмыртқа салып, үстінен 500 грамм ұнды 2-ге бөліп саламыз. Қамырды жұмсақ қылып илейміз. Яғни біздің қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Бауырсаққа арналған қамыр секілді. Мен қамырымыз дайын болды. Оны 30 болмаса 45 минутқа қоямыз, бетін қақпақпен жауып. Қамырымыз көтерілгеннен кейін күшпен емес, жұмсақ қылып тағы да илейміз. Қамырымыздың астына кішкене ұн сеуіп, илеп аламыз. 2-ге бөлеміз, яғни біз 2 хачапури дайын болады. Енді хачапуридің салмасына кірісеміз. Ол үшін сулугуни және қарапайым ірімшік қажет. Және де 10 грамм жұмсақ сары май және де 1 жұмыртқа. Осының барлығын жұмсақ қана араластырамыз. Осы ірімшіктің барлығын 2-ге бөліп, 2 шар жасаймыз. Және де қамырдың ішіне осы шарды саламыз. Мінеке, қамырымызды іш жағына қаратып, ішіне ірімшіктен жасалған шарымызды саламыз. Шарымызды салған уақытта ішіне ешқандай ауа кірмеуі қажет. Және де үстін бетінен түйеміз. Тағы да бір айта кететін жайт, ірімшігіміз қамырымыздан көп болуы қажет. Болмаса бірдей болуы қажет. Яғни қамырымыз ірімшіктен аз болмауы керек. Сонда ол дәмдірек болып шығады. Қамырымызды жұмсақ қана осылай айналдырып, демалдырып қоямыз. 2 минут пен 20 минуттың арасында. Егер тез дайындайтын болсаңызда 2 минуттан кейін жая берсеңіздер болады. Ал егер асық болсаңызда 20 минуттан кейін ісінгенде, яғни біздің қамырымыз көтеріледі. Көтерілген қамырды тағы да ұн сеуіп, осылай қолмен көмектесіп шығамыз. Яғни ішіндегі ірімшік қамырымыздың барлық жан-жағына тегістей жайылуы қажет. Енді қолмен жайып болғаннан кейін оқтамен тағы да жайып аламыз. Осы уақытта пешті жылытамыз, яғни 220 және де 200 градусқа. Осы дайын болған хачапуриді қалыпқа саламыз, бірақ қалыптың үстіне полиэтиленді қағазды қоямыз. Осылай ақырын жыртып алмай қоямыз. Қызару үшін бетіне сары уызды жағамыз. Хачапуридің бетіне және кішкене ғана тесік жасаймыз. Осы арқылы ішіндегі ауа шығады. Үстіне тағы да ірімшік себеміз. Бұл хачапуридің мегрезский деп аталатын, сондықтан, яғни ішінде де, бетінде де ірімшік болады. 10 минутқа ғана пісіріп аламыз. Міне екінші хачапуриді сіздерге көрсетейін. Бұл жолы мен пышақпен оны теспеймін.
бетін теспегендіктен ол үрленіп шығады. Міне енді хачапурimiz дайын болды. 10 минуттан көп пісірмейміз. Сонда жұмсақ болып қана шығады. Пицца кесетін мен де кессе де болады, мен пышақпен кестім. Міне өте жұмсақ. Және де өте дәмді хачапури. Екінші түрінде көрсетейін. Міне үрленіп шықты. Бұның біз ортасын тескен жоқпыз. Ас